Достар, бұл жерде маған қате неге екені есіме түскен сияқты, яғни мен ұмытып отырмын. Бұл жерде еш нәрсе өзгерткен жоқпын, яғни мен бұл құжаттан қазір шығамын. Және де білесіздер ме, бұл жерде ls командасын бір басайын, және маған бұл қажет емес, яғни папкалардың өзгерістеріне келемін, және ls командасын мен осы жерде l опциясымен бірге қолданамын. Және байқап отырғандарыңыздай, бұл жерде IT фолдерде, мына жерде қолданушы, яғни IT фолдердің иесі бізде root қолданушысы, және root тобына осы папка жатады. Алайда бұл жерде байқап отырсаңыздар, басқаларында, мысалы аударушыларда біздің жағдайда, осы басқа қолданушылардың, яғни басқа топтардың, немесе осы топтың немесе басқалардың мүмкіндігі шектеулі екенін байқайсыздар. Яғни бұл жерде W белгісі жоқ, яғни қолданушылар ол жерде жаза алмайды, яғни бұл құжаттар writable емес. Олай болса, бұл жерге бізге change, яғни change mode-ты қолдану керек, және басқа қолданушыларға, яғни root тобына кірмейтін қолданушыларға ол жерге жазу мүмкіндігін беру керек. Олай болса, мен мына жерге команданы қолданамын, яғни change mode. Одан кейін бұл жерде мен бірден 777 командасын қолданамын. Және бұл сабақтар сериясы сіздерге ұсынылады, яғни Linux-тың бастапқы сабақтар сериясында. Және мен осы жерде қай папкаге өзгертетінімді жазамын, яғни аударушылар деп жазамын, және Enter нүктесін басамын. Және ls-l командасын енгізсем, енді байқап отырғандарыңыздай, аударушылар папкасында бізде қолданушылар жазуға, және ол жерде папкалерді оқуға, сондай-ақ өзгертуге мүмкіндіктері пайда болды. Енді қарап отырсаңыздар, мен қазір Windows 7 машинасына келемін, және осы жерде қолданушыны өзгертемін. Яғни бізде қолданушы Ринат болатын. Олай болса, мен Ринат ретінде жүйеге кіріп көремін, яғни Ринат, және Ринаттың кілт сөзін беремін. Және қарап отырсаңыздар, енді мен Ринат ретінде аударушылар папкасына келемін, және осы жерде мысалы жаңа папка жасаймын. Және бұл папканың атын Ринат фолдер деп қоямын, және осы жерге құжат жасауға да мүмкіндігім бар. Білесіздер ме, қазір мен терезені жабайын, әйтпесе көшеде тыңдап отырғандарыңыздай бізде өзгерістер болуда. Және осы жерде жаңа құжат жасаймын, және бұл құжаттың атауын мысалы Ринат текст 1 деп атайын. Және де тағы бір құжат жасауға болады, яғни new, және Ринат текст 2. Енді бұл жерге кейбір құжаттарды жазып кетуге болады, мысалы my name is Ринат деп. Одан соң осы құжатты мысалы сақтаймыз. Енді қарап отырсаңыздар, міне бізде аударушылар деп аталатын ортақ папка пайда болды, және оның ішінде Ринаттың папкасы және Ринаттың құжаттары. Енді біз басқа қолданушы ретінде жүйеге кіріп көрейік, яғни осы аударушылар тобына кіретін, мысалы Рабиға бар. Олай болса, мен мысалы Рабиға ретінде жүйеге кіріп көремін. Және байқап отырғандарыңыздай, біздің сервер, яғни сервер машинаның ішінде аударушылар папкасының ішінде Ринаттың файлдарын көреміз. Және Ринаттың файлдарын бізде оқуға да мүмкіндік бар, яғни осы топтың құрамына кіретін Рабиға мысалы Ринаттың файлдарын оқи алады. Алайда мен егер осы файлды жоюға тырысып көретін болсам, яғни delete нүктесін басатын болсам, онда көріп отырғандарыңыздай, бұл топқа кіргенмен Рабиғаның файлды өшіруге мүмкіндігі жоқ. Әрине бұл осы CentOS машинасында қолданылатын сақтық шаралары, және топты осы POSIX Access Control листі қолдана отырып жасаған кездегі біздің үнсіз түрде келетін қалыпқа келтіру жұмыстары. Енді бұл жерде тағы айта кететін нәрсе, мысалы Рабиға файлдарды жоя алмайды, алайда файлды ашып, мысалы бұны көшіріп алуға мүмкіндігі бар, яғни copy нүктесін басып, және өзінің жұмыс үстеліне әкелетін болса, және осы жерде файлды өзгертуге де және сақтауға мүмкіндігі болады. Яғни қарап отырсаңыздар, мен енді мына жерде жабу нүктесін басамын, және save нүктесін басамын. Енді Ринаттың файлы осы Рабиғаның жұмыс үстелінде өзгеріп сақталуында, ал Ринаттың басқа файлдарын өзгертуге және оны сақтауға Рабиғаның бұл жерде құқығы жоқ. Яғни көріп отырғандарыңыздай, біз оны осы жұмыс үстелінде мысалы ауыстыратын болсақ, онда бізге құқық бермейді, яғни access is denied дейді. Және бұл тамаша сияқты, яғни бұл офистарда немесе осы ұйымдарда ортақ файлдар жасаған кезде, яғни қолданушылар басқа қолданушының файлдарын жоймайды, тек өзінің файлдарына, өзінің жасаған папкасына мүмкіндігі болады. Және яғни файлдарды ортақ бөлісудің де мақсаты осы, яғни
қолданушы өзге қолданушыларға, өзінің тобына кіретін қолданушыларға құжаттарына, папкілеріне мүмкіндік береді, алайда оны жоюға немесе өзгертуге мүмкіндік бермейді. Яғни жоюға мүмкіндік бермейді, алайда өзгертуге мүмкіндік бар, бірақ өзгерткен жағдайда басқа файл ретінде, басқа папка ретінде өзінің жеке, яғни жұмыс үстелінде немесе басқа жерде сақтауға мүмкіндігі болады. Енді біздің осы топты құру және олардың арасында ортақ файлдар жасау сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Және бұл жерде енді қалыпқа келтіру жұмыстары, мысалы қандай қолданушының қандай мүмкіндігі болады, және ол жердегі өзгеріс жұмыстарын қосымша құжаттамалардан немесе біздің болашақ сабақтардан көруге мүмкіндіктеріңіз болады. Яғни бұл жерде негізгі мәселе, негізгі бізге ыңғайлы мәселе шешілген сияқты. Яғни біз CentOS дистрибутиві, CentOS Active Directory'ында ортақ файлдар жасадық, және оны топтарға бөлдік. Мысалы, IT мамандардың, немесе менеджерлердің, сол сияқты логист мамандар, немесе аударушылар. Және де біз мысалы логист мамандардың папкасіне кіретін болсақ, онда бұл жерде мүмкіндігіміз болмайды. Алайда, мысалы мен логист мамандардың біреуінің кілт сөзін немесе логинін бұл жерге кіргізетін болсам, яғни логист мамандар ретінде бізде мысалы дананың кілт сөзін және дананың атын енгізетін болсам, яғни Алматы домені, және бұл жерде бізде дана. Көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде файл біз папкаға кіре аламыз, яғни дананың атты жөнін енгізетін болсақ, және бұл жерде жаңа папка жасауға да мүмкіндігіміз болады. Енді бұл жерде әрине тағы да өзгерістер жасау керек. Мына жерде change mode-ды қолдануымыз керек болады бізде. Және бұл жерде папканың да атын жазу керек, яғни папканың аты бізде логистердің атауы болатын. Олай болса, қазір бізде дана ретінде жүйеге біз папка жасай аламыз, яғни дана folder. Енді көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде файлды бөлу және ортақ папка жасау бұл ұйымдар үшін кейбір жағдайда, немесе көп жағдайда мысалы маңызды болып жатады. Олай болса, сіздер бұны білесіздер және іске асыра аласыздар деген ойдамын. Болашақ сабақтарда біз тағы да басқа қалыпқа келтіру жұмыстарын жасай жатамыз, яғни мүмкін осы принтерді бөлу. Енді принтерді бөлу шынын айтқанда көп жағдайда принтерге байланысты болады және ұйымға байланысты болады. Олай болса, бұл енді өте әр ұйымда, әр принтерге байланысты әртүрлі болуы мүмкін, және оны мүмкін болашақ кейінгі сабақтарда қарастыруымыз мүмкін. Енді достар, байқап отырсаңыздар, біз біраз сабақтың біраз бөлімін жасадық, яғни топтар құру, сол сияқты біздің осы ұйымның алға қойған мақсаттарын шешудеміз. Яғни біз бірнеше топта бір логикалық аймаққа біріктірдік, және олардың атын алматы.kz деген доменге біріктірдік. Және бұл жерде көріп отырсыздар деген ойдамын, осы домен контроллер ретінде осы қолданушыларды басқару және оларға мүмкіндік беру осылай іске асады. Яғни бұл жерде алғашқы әрі қарапайымдау, мысалы файл немесе принтерді бөлуді қарастырдық. Яғни көріп отырғандарыңыздай, мысалы IT мамандардың папкасіне басқа қолданушылар мүмкіндік ала алмайды. Сол сияқты аударушыларға, мысалы аударушы болса ол мүмкіндігі болады, немесе мысалы байқап отырғандарыңыздай осындай басқару жұмыстары, және де қосымша мысалы GPO, Group Policy Objects дегенді де болашақта қарастыруымыз мүмкін. Ол бірақ кішкене күрделі сабақ сериясы деп айта аламын. Және де енді біздің болашақ сабақтарда қосымша нәрселерді тағы да қарастырамыз. Енді қолданушылардың интернетке мүмкіндігі бар, сондай-ақ сервердегі ортақ файлдарға, ортақ папкілерге мүмкіндігі бар. Енді мына жерде мен алдыңғы сабақтарда айтқан біздің слайдқа келетін болсам, алға қойған мақсаттарға бір шолу жасап кетуге болады. Яғни біз CentOS дистрибутивін операциялық жүйесін сервер ретінде орнаттық, және де оған Active Directory Domain Controller ролін, қызметін бердік. Сондай-ақ оны біз қазір DNS сервер ретінде пайдаланып отырмыз деуге болады. Және де DNS қалыпқа келтіру жұмыстарын біз аса көп жасамадық, яғни сервер машинасына келетін болсам осы CentOS. Айтқым келіп отырғаны, яғни біз DNS ретінде қалыпқа келтірмедік, алайда бұл жерде internal DNS-ті қолдандық, яғни Active Directory Domain Controller ретінде жазу барысында біздің құжатта істеген өзгерістерді өздеріңіз көрген болатырсыздар. Және оны жаңа біз тағы да осы жерде бір рет қарастырып кеткен болатынбыз, яғни біздің жүйедегі DNS контроллер ролін осы Active Directory Domain Controller тағы да атқаруда. Енді үлкен ірі компанияларда мысалы 2 немесе бірнеше DNS серверлерді қалыпқа келтіру жұмыстары болып жатады, және ол кішкене тағы да күрделі болуы мүмкін. Бұл біздің жағдайда, біз айттым, қарапайым жағдайды қарастырамыз, және біздің компанияда DNS сервердің толық жұмыс жасап тұрғанын көреміз. Мысалы
Рабиғаның интернетке шығу мүмкіндігі бар деген ойдамын. Яғни көріп отырсаңыздар, бұл жерде no internet access дейді, және оның неге екенін бір тексеріп көрейік мысалы. Және байқап отырғандарыңыздар, Рабиға бұл жерде өзгерістер жасай алмайды. Бұл осы домендік басқарудың әрине бір тамаша мүмкіндігі. Яғни Рабиға ретінде мысалы біз Google-да бір рет пинг жасап көрейік. Және байқап отырғандарыңыздар, бұл жерде пинг бар, яғни байланыс бар, интернетке Рабиға шыға алады. Бұл жердегі белгіше кішкене қате көрсетіп тұрғанын байқаймыз. Міне Google-ға яғни байланыс бар. Бізде мысалы тексеретін болсам, осы жерде бүгін мысалы Хеди Ламар есімді актер, актриса, яғни әртіс кісінің туған күні екен. Яғни көріп отқандарыңыздай, бізде Рабиғаның немесе басқа да кез келген домендегі қолданушының осы интернетке мүмкіндігі бар екенін көреміз. Яғни біздің CentOS машинасындағы DNS қалыпқа келтіру жұмыстары алғашқы сабақта көрсеткендей internal DNS қолданып тұр, яғни ішкі DNS қолданып тұр, және ол өзінің жұмысын тамаша істеп тұрғанын байқаймыз. Енді келесі бізде қадамдар, мысалы DHCP біздің жүйеге қажет пе деген сұрақ туындауы мүмкін, және де DHCP бізге аса қажет емес сияқты. Яғни DHCP рөлін бізде қазір қарапайым роутер, яғни Beeline компаниясының қойған роутері іске асырып тұр. Сондай-ақ енді сақтық шаралары ретінде мысалы Network Address Translation және де осы DHCP DNS-ті қалыпқа келтіру мүмкіндігі бар, және оны болашақта тағы қажеттілік туындаса қарай жатуымыз мүмкін. Достар, енді көріп отқандарыңыздай, бізде мысалы прокси сервер жасау, сол сияқты OpenVPN деген сияқты технологиялармен танысуымыз керек. Және біз бұл сабақтар сериясын болашақта қарай жатуымыз мүмкін. Олай болса, сіздер егер осы сабақтар сериясы сізді қызықтырса және осы технологияларды үйренгіңіз келсе, онда бізге пікірлеріңізді жазып, осы ұйымның немесе YouTube каналындағы арнаға өздеріңіз ойларыңызбен бөлісіп, қай сабақты оқығыңыз келетіні туралы жазсаңыздар болады. Олай болса, келесі сабақта кездескенше мен сіздермен әзірге қоштасамын.